Бүгін әлем назары Астанада. Ресей Федерациясының басшысы Астанаға мемлекеттік сапармен келді. Владимир Путиннің жүрген тұрғаны атпасын бұрған мемлекеттері жайлы қазір батыс басылымдары қырағы көздермен бақылап отыр. Міне бір аптадан бері елорда Ресей көсемін қарсы алуға дайындалып жатыр. Әлеуметтік желілерден түрлі ақпарат көздерінен Астана аспанында жүрген әскери авиация ұшағын көрген шығарсыздар. Міне осындай әскери ұшақпен бүгін Ресей Федерациясының басшысының қауіпсіздігі бақыланады. Көшелер болса күзетке толды. Дәл қазір Астананың сол жағалауындағы атмосфераны бізге баяндауға әріптесім Жалғас байланысқа шықты. Жалғас, қаладағы қарбалас қалай болып жатыр? Қайдасың? Ресей басшысының ұшағы бүгін Астанаға келіп қонады. Бұл Путиннің Қазақстанға биылдыққа жасаған екінші сапары. Осы 10 айдың ішінде Тоқаев пен Путин екеуі 4 рет келіссөз жүргізген. Тоқаев Мәскеуге барған сайын Кремль үнемі салтанатты рәсіммен күтіп алатын. Осы жолы біз де қонақжайлығымызды көрсетіп, жоғарғы деңгейде қауіпсіздік шараларын күшейттік. Дәл бүгін Астана аспанынан әскери авиация ұшағын көре аласыздар. Бұған дейінде көкте қалықтаған ұшақтың дайындығын көрген шығарсыздар. Тіпті Ресейдің туы көгілдір экранның барлығында көрсетіліп тұр. Қауіпсіздік режимі жоғарғы деңгейде көтерілген. Студенттер қашықтан оқуға көшті. Астананың сол жағалауындағы атмосфера осындай, ал тұрғындар оң жағалауда мүлде мұндай қарбалас сезілмейтінін айтады. Жалғас, көп рахмет, сенен байланыс күтеміз. Тағы да ақпараттарың болса қабылдауға дайынбыз. Әрине, мемлекет басшыларының кездесуі екі ел үшін маңызды шара. Өйткені өздеріңіз білетіндей, Қазақстанға келген әр мемлекет басшысының қауіпсіздігіне тікелей жауаптымыз. Ал осындай қарбаласқа Астана тұрғындары үйреніп те қалғандай, көбі қалаға келетін осы жолғы қонақ туралы біліп алған. Ел үшін маңыздылығын да түсініп отыр. Қалада жүріп тұруыңызға бір әсерін тигізген жоқ. Нормально. Ештеңе сезіп жатқан жоқсыз ба? Жоқ. Студент емессіз ба? Жоқ. Жақсы, рахмет. На самом деле действительно изменилось передвижение, некоторые дороги прикрыты, что очень неудобно, в связи с чем вот лично мы на работе даже некоторые группы перевели на удаленку. То есть это совсем неудобно, а что касаемо личных ощущений, лишь бы все закончилось мирно, учитывая все события в мире. Мы туристы, нам ничего не мешает. Мы утром только приехали, вечером из Омска. Из Омска, с России прилетели? Да. Добро пожаловать. Спасибо. С целью отдыха? Да, туризм. Нам нравится ваш город. Мы приехали посмотреть город. Как считаете, какие отношения между Казахстаном и Россией? Дружелюбные. Мемлекет басшыларының кездесуі олардың талқылаған мәселелері кейінгі шығарылымда айтып береміз толығырақ. Ал енді осы шығарылымда біз екі көшбасшының кездесу алдындағы газет беттерінде жариялаған ел талқылап жатқан мақаласы жайлы сөз етпекпіз. Сонымен мұны Тоқаев пен Путиннің ел алдына берген есебі деп қабылдауға да болады. Қасым-Жомарт Тоқаев Ресейдің «Известия» газетіне мақала жарияласа, Владимир Путин «Казахстанская правда» газетіне мақала шығарыпты. Қазақстан президентінің мақаласы ресейлік «Известия» басылымында жарияланды. Толығырақ сіздерге көрсеткен мына басылымнан оқи аласыздар. Маңызды не айтылды сонымен? Мемлекет басшысы Ресей ең маңызды инвестиция салған мемлекет екендігін атап өтті. Жалпы осы уақытта Ресей бізге 3 миллиард доллардан астам инвестиция салыпты. Бізде сонша мөлшерде салып үлгердік. Қазақстан Ресейдің 23 мың компаниясы жұмыс істеп тұр елімізде. Оның 4 мыңы биыл құрылды. Мәдени тұрғысынан да бірге дамып келе жатырмыз деп атап өтті президент. Қасым-Жомарт Тоқаев «Известия» газетіне жариялаған мақаласында Қазақстан мен Ресей ықпалдастығы осылайша тұрақты өрбіп келе жатыр деп жазды. Сондай-ақ Тоқаев Астанадағы кездесуде әлемдік мәселелер талқыланатынында ескертіп өтті. Қасым-Жомарт Тоқаевтың осы жылдарда жалпы құны 18 миллиард доллар болатын 90-нан астам жоба іске қосылды деп айтты. Қазір 49 жоба жүзеге асырылуда, ішінен 3 жылу электр орталығы мен Екібастұздағы ГРЭС жаңғырту жұмыстарын айтуға да болады деді. Газбен қамту бастамалары да бар. Осы орайда экономист маманнан да сұрап көрдік. Жалпы екі ел арасындағы стратегиялық серіктестіктің маңыздылығы қандай? Ол жақтан да бізге келіп, жаңағы оқып жатқан өздерінің кәсіптерін салып, осы жақтан қосымша бірігіп компаниялар құрылып жатыр. Бір жағынан осы соңғы кездегі болған геосаяси жағдайға байланысты бұрын біздің елден сол жаққа қарай көші-қон көп болатын болса, керісінше ол жақтан
бізге келетіндер саны, отбасымен көшіп келетіндер көбейді, және өздерінің бизнестерін қауіпсіздендіру үшін көптеген кәсіпкерлер компанияларын осы жерге әкеліп құрып орналастырып, және де біздің Қазақстанмен бірігіп жасап жатқан компаниялар көп. Біздің елде олар дамытуға мүмкіншілік алып отыр. Міне осыны біз ары қарай дамытуымыз керек. Путин Қазақстанға сапары аясында Казахстанская правда газетінде екі ел байланысы жайлы көлемді мақаласын жариялады. Оны да сіздерге ұсынамыз, қарап өтсеңіздер болады. Мақалаға көз жүгіртсеңіздер, Ресей президенті екі елдің экономикалық байланысына баса назар аударған. Екі елдің сауда саттығы былтыр 28 миллиард долларға жеткен, ал биыл ол көрсеткіш қыркүйекте ғана 20 миллиард долларға жетіпті. Осы орайда Владимир Путин Ресей тарабы әсіресе энергетика саласында Қазақстанмен қарым-қатынас жалғастыра беретінін жеткізген. Росатом Қазақстанға ядролық отын тізбегінің жобаларын іске асырып, уран өнеркәсібін дамытуға тәжірибелік тұрғыдан көмек көрсетіп келеді. Мамандарының білімі мен біліктілігі және техникалық шешімдері әлемде теңдессіз саналатын бұл мемлекеттік корпорация Қазақстан тарабымен жаңа ауқымды жобаларды іске асыруға дайын. Естеріңізге салсақ, жақында біз елде осы орыс тілін қолдау туралы ұйым құрылатындығын айтқан болатынбыз. Бұған бірнеше елдер мүше болады. Жыл сайын 43 миллион теңгеден бөлініп отыратын болады. Осы орайда Путин оңтүстік Қазақстанда, Тараз, Қызылорда, Түркістан қалаларында орыс тілді мектептер ашуды ұсыныпты. Сондай-ақ Путин мақаласында Қазақстанды БРИКСке қосылуға шақырыпты. Жалпы екі елдің мемлекет басшылары осындай мақала жариялауын саясаттанушылар жақсылыққа балап отыр. Бұл екі елдің ақпараттық ашықтығын көрсетеді. Одан бөлек мемлекеттің стратегиялық серіктесіне құрметін де білдіреді дейді. Қазіргі мына геосаяси ахуалдың кезеңінде екі басшының осындай алдын ала жаңағы өздерінің көзқарастарын мақала ретінде жариялауы, Путин мырзаның қазақстандық басылымда бұл мақаласын жариялауы, ол да бір өзінің бір символикалық мағынаға ие деп ойлаймын. Себебі жалпы ақш-тың сыртқы саяси стратегиясын қарайтын болсақ, соның ішінде Евроодақтың да сыртқы саяси стратегиясын қарайтын болсақ, олар әрдайым мына Орта Азия регионынан, Орта Азия аймағынан Ресейді, Қытайды және Иранды алшақ ұстау керек деген бір ұстанымдар бар еді. Ал бірақ бүгінгі мына екі мемлекеттің басшысы, Қазақстан мен Ресейдің мемлекет басшыларының осылай мақаланы жариялап, кездесу ұйымдастырып жатқаны, бұл ақш-тың саясатының жүзеге аспағанының бір белгісі деп айтуға болады. Сол себепті Орта Азиядағы бір мемлекеттегі қақтығыс басқа мемлекеттерге бір сәтте ғана тарап кетуі мүмкін. Сол себепті біздің Орта Азия аймағындағы тыныштықты, бейбіт өмірді және қауіпсіздікті сақтау ол бүкіл жаңа көрші мемлекеттерге, соның ішінде Қытайға болсын, Ресейге болсын, ең бірінші мүдде ретінде қарастырылады. Жалпы халықаралық аренада Қазақстан білікті, бейбітті нышан ететін мемлекет ретінде өзін танытып жатыр. Сондықтан да халықаралық жиындардың Астанада көптеп өтуі бұл имиджді одан әрі дамытуға үлес қосары анық. Айтпақшы, Ресей басшысы 2 күн бойы Астанада болады. Ертең ОДКБ ұйымының отырысына қатысады деген сөз бар. Ұйымға басшылардың да ертең келеді, ал енді аталған ұйымның басты бағытын атап өтейікші. ОДКБ-ның негізгі бағыттары мынадай: жаңа трансұлттық қауіп-қатерлерге бірлесіп қарсы тұру, қақтығыстардың алдын алу, халықаралық лаңкестік экстремизммен, қару мен есірткінің заңсыз айналымымен, ұйымдасқан қылмыстық және жаппай қырып жоюдың қаруын таратуға тосқауылды ұйымдастырады. Енді осындай маңызды кездесудің өтуіне байланысты Астанада бірқатар көшелер жабылды. Аталған жиын Тәуелсіздік сарайында өтеді деп жоспарланған. Қала басшылығының ақпаратына сай, 28 қараша күні сағат 8-ден кешкі 8-ге дейін Нәжімеденов көшесінде Тәуелсіздік даңғылынан Қасым Аманжолов көшесіне дейін, яғни Қасым Аманжолов көшесінде Нәжімеденов көшесінен Байтұрсынұлы көшесіне дейін көлік қозғалысы толықтай шектеледі. Осыған байланысты нөмірі 14-ші, 32, 43, 50, 66, 84-ші автобустардың қозғалысы уақытша өзгереді. Бүгін Астанада мамыражай ауа райы болып тұр. Келген қонақтар да жақсы жаңалықтарды ала келеді деген ойдамыз. Ел іші тыныш болсын. Кешкі шығарылымда Путин мен Тоқаевтың кездесуінде талқыланған мәселелер жайлы толығырақ тоқталамыз. Арнаға жазылыңыз, қолдай кетіңіздер.